осындай ерекше тағамды жасап көрсететін боламын. Бұл тағамды жасасаңыздар барлығынан бата аласыздар. Ал бисмиллах бастайтын боламыз. Ең алдымен помидорымызды үккіштен өткізіп, томатымызды, укроп, петрушка және дәмдеуіштерімізді, тұзымызды салып, лимон суын сығып жақсылап араластырамыз. Бұл бізге етіміздің сыртына арналған соус болады. Жақсылап араластырған соң етімізге бір келгі етіп жағып шығатын боламыз. Осылай жағып шыққан соң 4-5 сағатқа қоясыздар. Егер де асығыс болмаса, бір күн алдын жасап қойсаңыздар, жасап холодильникке салып қойсаңыз, дәмі одан да керемет болып шығады. Енді мантаваркаға пісіретін боламыз. Мантаварканың ең астыңғы бөлігіне су және де сәбіз, картоп, пиязымызды салып, тәтті бұрышымызды салып, етімізді осылай мантаварканың үстіне сала қоятын боламыз. Естің алдында тұрған елканың жапырағын алдым, және ең үстіңгі бөлігі ерекше болады. Осындай айбамызды алып, кептірілген өріктерімізді салатын боламыз. Үстіне медымызды салып, бетін жауып 4 сағат орташа отта пісіреміз. Осындай жұмсақ болып шығады. Қонақтарыңызға өте таң қалатын болады. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте ерекше. Астындағы тақтай менде қарапайым нан жаятын тақтайды әсемдеп осылай дастарханға тарттым. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті де жасап көріңіз.